Бүгінгі таңда жасөспірімдердің репродуктивті денсаулығы медициналық әлеуметтік проблемалардың бірі ретінде танылды. Ерте жыныстық қатынас келесі салдарға әкеледі. Ерте жастағы жүктілік, ол көбінесе барлық жағымсыз салдары бар абортпен аяқталады. Жыныстық жетілуге жетпеген ұлдар мен қыздар арасында жасалған некелер көбінесе бедеулікке ұшырайды. Жыныс жолдарының қабыну аурулары дамиды. Жыныстық жолмен берілетін ауруларды жұқтыру қаупі бар. Түсік түсіру, жүктілік және босану салдарынан жасөспірім кезінде гинекологиялық аурулар пайда болады. Ерте ана болумен байланысты шешілмейтін әлеуметтік және моральдық этикалық мәселелер. Ерте жыныстық өмір қауіпті. Себебі бұл репродуктивті жүйенің гормоналды реттелуінің бұзылуына әкеледі. Ол осы жаста енді ғана реттеледі. Репродуктивті денсаулықты қалай сақтау туралы ақпарат немесе көмек алу үшін еліміздің жастар денсаулық орталықтарына хабарласыңыз.